Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен мен Жансұлу. Бүгін сіздермен осындай дәмді, қысқа сақталатын десятка деген салаттың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде рецепті көріп, сақтап алыңыздар. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бізге керекті заттарды алдын ала жуып, тазалап алдым. Пиязымызды дәл осылай етіп турап аламыз. 10 дана тәтті бұрышымызды да алып, дәл осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Барлық заттарымыз 10 данадан болу керек, 10 штуктан. Барлығын баклажан, тәтті бұрыш, чеснок, барлық нәрсе 10-10-нан болуы қажет. Енді чесногымызды дәл ұсақтамай, дәл осылай бөлшектерге бөліп турап аламыз. Баклажанымыздың сыртын ашымай, дәл осылай видеодағындай дәл осылай етіп үлкейтіп турап аламыз. Барлық заттарымызды 10-10-нан аламыз. Десятка деген салат өте дәмді әрі керемет болады. Қыстың күні өте рахаттанып отырып жейтін салаттардың бірі. Ыдысымызды алып, ыдысымызға ең алдымен сұйық майымызды құямыз. Осындай бакалдан бір бакал толтырып, сұйық майымызды қосып алдық. Сәбізді де дәл осылай етіп турап аламыз. Табағымызға сұйық майымызды құйғаннан кейін дәл осы сәбізімізді салып аламыз. Үстінен бағана туралған баклажандарымызды, баялды, тәтті бұрышымызды, чеснок барлығын дәл осылай етіп салып аламыз. Бәрін салып алғаннан кейін 10 дана помидорымызды алып, дәл осылай қолмен турап аламыз. Қолмен турау керек, сонда әдемі әрі дәмді болып шығады. Үстінен тұзымызды қосамыз. Үлкен ас қасықпен 2 ас қасық тұзымызды қосамыз, 2 ас қасық қантымызды қосамыз. Қосып, бетін жауып, қайнатып аламыз. Дәл осындай жарты сағаттай қайнайды, өте дәмді әлі, дәл осылай қайнап шығу керек. Алдын ала банкілерімізді стерилизовать етіп, крышкаларымызды ыстық суға салып дайындап алдым. Енді дәл осы дайын болған десятка салатымызды банкілерімізге салып, бетін закрывалышкамен жауып, дәл осылай жауып қоямыз. Бір күнге тұрғызып қою қажет. Бір күннен кейін салаттарымызды алып, сақтайтын жерге қойып қойсақ болады. Салат дәмі өте керемет болып шығады. Видеоның соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген видео рецептермен бөлісетін боламын. Менің каналымда бұдан да басқа салаттардың, дәмді тағамдардың, тәттілердің рецептісі бар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, сол рецептерді көрсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.